адамды тәрбиелейтін орта ғой. Мен армандаймын, осы адамдар шыққаннан кейін өз қарабасын қамымен емес, әр адамның өзінің ортасы бар ғой. Әр адамның кемінде бір 30-50 адамдық ортасы бар. Досы, қарындасы, ағасы, нағашысы, ата-анасы деген сияқты. Мына ортадан шыққаннан кейін олар өз ортасын өзгертсе, мысалы 1000 адам өзгертсе, 1000 адам 30-ға көбейтетін болсақ, 30 000 адамды өзгертеді. Мына Финляндияда бір жалғыз мұғалім Синельман деген бүкіл Финляндияны өзгерткен. Жалғыз мұғалім. Қазір Финляндия арақ ішілмейді, есіктеріне құлып салынбайды, түрмесінде практически адам жоқ, коммунизм десе болады. Сол айтқан, мынаның бәрін тастап, біз қоғамды түзетуді болашаққа қарай жұмыс істеуіміз керек деген. Мен тағы да жақында Тұран деген бір телеканал бар, мен көп көрмейді екенмін. Әнін көріп отырып, маған содан бір керемет инсайт алдым да. Есімде жоқ, осы Иран жақта бір патшалық балғарлар ғой деймін. Солардың жерін Осман империясы бәрін басып алған кезде, ананың мемлекеттің құлдырап әлсіреп тұрғанын сезгеннен кейін айтады да, жерлерін түгел бере салыпты да. Содан кейін айтыпты, біз енді тек қана бір нәрсемен айналысамыз деп. Сол елдің сол кездегі ханы, керемет кемеңгер ақылды адам екен, айтты, күндіз түні тек соғыс өнеріне арнаған екен. Жерінің 70%-ын беріп тастаған. Содан кейін 5 жыл ма 10 жыл тек қана әскерлерді алып соғыс өнерін шыңдаған. 10 жылдан кейін мынандай әскер жинаған. Содан кейін бұрынғы берген жерлерін бытышын шығарып қайтадан тартып алып, өзінің көлемін 3 есе үлкейтіп алғанда. Мысалы, мен қазір біздің қандастарға айтатын едім, алдыңғы 5-10 жылдың ішінде біз бәрін тастап, мысалы қазір үлкен спорт, футболистерге қаншама миллион ақша доллар төленеді да. Мысалы, айталық, түрлі шоу, түрлі концерттер, осының бәрін тастап, бәрі ең бастысы біздің елбасы айтады ғой, алдымен экономика деп. Экономикаға, осы кәсіп дамытуға, күндіз түні бүкіл еңбектеген баласынан еңкейген кәрісіне дейін заманауи білім игергенге, және де осы өндірісті, бизнес дамытуға жұмсайтын болса, саналы түрде. Өйткені өкінішке қарай біз қазір, мен өзім сүтпен айналыстым, мына көрші Қырғызстаннан күніне 400 тонна сүт енгіземіз. Күніне сүтімізді жартысын қырғыздардан, жартысын Беларусиядан әкеліп отырмыз. Беларусиядан порошок әкелеміз, малға беретін. Соны сүт қып езіп ішеміз. Етіміз Аргентинадан келеді. Абай кезінде айтқан, тым болмаса кеттің ғой, мал баға алмай деп қазаққа. Тура сол заман келіп тұрды. Әрине, оны былай мен әлеуметтік желілерде түрлі айтып жүрген кезде, телевизияны кейде айтып көрсетіп қалады, бір қияли қазылған адамның әңгімесі сияқты болып естіледі. Онда қалай, сонда біз спортпен айналыспасақ, біз концертке бармасақ, біз ойын ойнамасақ, онда немен өмір сүріп жатырмыз деп. Ал енді өткенге көз жүгіртіп тарихқа, біздің заманымыз қалай, жоңғарлардың алдында қандай болды, Қыпшақ қағанаты, Қарлұқ қағанаты, оның алдында Үйсін қағанаты, сондай ұлы империялар қалай ыдырап кетті. Қазір біз кешегі жаһанды жартысын жарлаған бүгін моңғол жоңғарларың не болды? Соны кешегі Осман империясы қалай, мысалы, әлемнің жартысын билеп, қазір ұлт ретінде әрең ғана сақталып бычыт болып жатыр. Соған өткенге көз жүгірткен адам алдыға да көз жүгірте алады кішкене. Осыдан 20, 30, 50 жылға дейін. Бізде енді сайтан емес, біз өлеміз, бірақ менің балаларым бар ғой. Менің немерем бар, мысалы. Қазір 40 күн болды, екінші 3 жас болды. Соларға мен жүрегім ауырады да, бұлар қандай кезде өмір сүру керек. Сондықтан әрбір қазақ ойлау керек, өзіңнің балаң үшін не шетелге қашып кету керек. Егер шетелге қашып кетпей осы жерге өмір сүрем десең, өзіңнің балаң үшін, ертеңің үшін бәрін жинап тастап, ана хан қалай соғысқа әскерін арнап күндіз түні соғысқа дайындалды. Енді қазір біз соғысатын заман емес қой. Білімге біз шетелден сүт әкелуді, шетелден ет әкелуді, шетелден көкөніс әкелуді тоқтатуымыз керек. Бұл жердің астының байлығының арқасында жасалып жатқан дүние ғой. Осыны 60 күннің ішінде біз адамдардың санасына сіңіруге тырысамыз, және сіңіреміз де. Өйткені мен өзім куә болдым. Кемінде 10 шақты жас жігіттер, әсіресе батыс жақтан, Атырау, Ақтаудан келген жігіттер айтады, түрі көп айтпағаны қанша, аға, мен осы Чехияға, Америкаға кетіп қалайын деп жүредім, Германияға кетіп қалайын деп жүредім, осы жерге келгеннен кейін, Алаштың тарихын оқығаннан кейін, ол райымнан қайттым деп. Мен көп көзбе-көз осы Аламаға келген жас жігіттер мен қыздардың ауыздан естідім де, ол біз санасын оята алдық деген сөз. Алаштың тарихын бәрі айтады.
аға біз алаштың бір 5-6 адамның атын білмесек, басқасының не істеп не қойғанын білмейді екенбіз. Біздің осылай өмір сүріп жатқанымыз солардың арқасы екен. Бізге де бірдеңе істеуіміз керек екен деп, ана алаштың тарихын кішкене зерттеп оянғаннан кейін саналар ашыла бастайды. Біз ана Ахмет Байтұрсынның музейіне барып, үйіне барғаннан кейін санасы ашылады да, мүлде басқа алапат күш ояна бастайды. Сол кезде бұрын күнін көре алмай жүрген адам енді елдің қамын желейтін адамға айнала бастайды. Сол кездегі алапат күш деген сөз адамның ішкі қуаты ашылады да, жауапкершілік артқан кезде өзіне айналдырған 1-2 миллион теңге тауып отбасын асырау оған түк болмай қалады. Ода үлкен күш пайда бола бастайды. Сондықтан біз аламан тек қана ақша табу емес, ол жалпы бір сапалы, саналы адам тәрбиелеп қоғамға шығару, адамның өзіне деген құрметі арта бастайды. Абай атамыздың айтатын сөзі бар: өзің үшін ғана жұмыс істесең, өзі үшін оттаған хайуан болғаның дейді. Оттаған деген сөз, ана жастар түсіне бермейді, оны жем жеген деген сөз ғой. Шындығында да сен мал, мысалы жылқы болсын, қойы болсын, сиыр болсын, жем жеген кезде мен семірейін, кейін ием сойып алғанда мен керемет қуансын, мен үш елі қазы берді десін деп ойламайды ғой. Өзі үшін ғана оттайды. Сен өзің үшін ғана жұмыс істесең, сол хайуаннан ешбір айырмаң жоқ дейді. Ал адамзаттың қарызы үшін, ел үшін жұмыс істесең, Алланың сүйген құлының бірі боласың дейді. Осында келгеннен кейін сол сана түсінік пайда болады 60 күннен кейін. Айтады, аға шындығында да бұрын біз хайуан болып жүрген екенбіз. Өйткені өкінішке қарай не мектепте, не университетте осындай идеологияны көп айтпайды. Ал ол айтылғаннан кейін адамның ішіндегі керемет қуаты. Тағы да біздің енді жеткен жетістігіміз неге осы 60 күннің ішінде бітіру кешінде келгенде ана Астанада бір асабалар айтады екен: мына кісілердің бәрін бірдеңкемен егіп тастаған ба, бір наркоман болып кеткен ба? Анау алаш ұраны, батырлар ұраны айтқан кезде қиқулап, орнынан түрегеп, көздері жанып, таңғы сағат 4-ке дейін тарқамайды. Бұлар қандай бір сұмдық өзгеріс болып кеткен деп. Ол деген сөз адамды басқарып тұратын адамның мына миы ғой. Осы миында біз ана нейронный байланыстар жасап береміз. Осындай бір жаңа бір немелер, түсініктер қалыптастырып береміз. Бұл нейробиология. Ол енді өте керемет ғылым, психологияның атасы. Әр адамның басында керемет үлкен құрал бар. Мына 3 жастағы, 5 жастағы баланың 2-ақ секунд ойлайтын нәрсесін әлемдегі ең үлкен компьютер 40 минутта жасай алмайды екен. Сондықтан мына жердегі 100 миллиард нейрон сұмдық керемет құрал бар. Мысалы айтады, бір қарапайым, ол айтады керемет гений емес, қарапайым бір адамның миындай ойлай алатын компьютер жасау үшін бүкіл Американың бюджетін салса ондай ақша жетіспейді екен. Осы үлкен құралды іске қосуды үйретеміз. Осы ми деген не, олай қалай ойланады, оны қалай басқару керек. Содан кейін осында келгеннен кейін өмірлік құндылықтарын ашып көрсетіп бере аламыз. Осында кеткеннен кейін өздерінің арман мақсаттарын жазып, өмірге деген бір ерекше құлшыныспен шығады. Және де бірінші-екінші аптадағы істейтін нәрсе, мына адамда бір адам шектеп тастайтын бір немелер бар. Сенім, убеждение дейді. Мен өте жаспын, болмаса мен жасым келді ғой, мен 60-70-ке келдім, кәрімін, мен орысша білмеймін, мен компьютер білмеймін, менің клиентпен сөйлесе алмаймын, мен бизнеске қабілетім жоқ деген өздері бір шеңберге салып тастайды да, рамкаға. Ол шеңбер, ол сенім қайдан келді? Ол сенім өмірдегі өзінің қоршаған ортасы, ата-анасы, мектепте басып сол шеңберге салып тастағанда біз сол шеңберді бұзып басқа сенім қалыптастырып береміз. Миындағы бұрынғы нейрондық байланыстарды үзіп, адам жасағанды адам жасайды. Және де өткенің мен болашағың тең емес. Өткенде кейбіреулер, мысалы, біреудің көмегінің арқасында бір административный ресурс дейді. Бір әкімшілікте, министерствода бір туысқаны бірдеңке отырды, тендер алып берді, соның арқасында мынандай болып жүрген адам кейде бірақ болуы мүмкін. Ал кейде батпаққа батып жатқан адам. Мысалы, мен өзім 2 миллион долларға дейін батпаққа батып кеткен бір кезде де, мүлде. Содан мен шығып қазір, мысалы, кәсіптерімді дамытып жатырмын. Осының санасын сіңіреміз. Өткенің мен болашағың тең емес, өткен өтті. Дәл қазір осы 60 күннің ішінде бірдеңке істеп, айтқанды бірге бір істейтін болсаң, болашағың мүлде басқа болады. Содан кейін екіншісі, адам жасағанды адам жасайды. Оны қазір қолмен бір байланыс, бір таныспен емес,
жүрекпен, бауырмен емес, бәрі мимен істеледі. Ал ми деген әр адамның басында 100 миллиард нейрон бар. Ол 100 миллиард әскер деген сөз. Соны дұрыс іске қасуды, өзіңді өзің зерттеуді, жалпы адамның өзің басқару қалай дегенде өзіңнің миыңды, өзіңді ойды басқара алу. Осы ғылымдар және осы заманауи жинаған тәсілдер бізге 100% сенімділікпен мына сөзді айтқыза алады. Осы 60 күн аламанға келетін болсаңыз, біздің тренерлердің, кураторлардың айтқанын бірге бір істейтін болсаңыз, сіз 100% курсқа салған ақшаңызды кемінде 2 есе қайтарып аласыз. Содан кейін өмірлік азық, бітпейтін, таусылмайтын ішкі қуат және білім. Өмірдің соңына дейін саған жақсы өмір сыйлайтын білімді сенің қолыңа беріп жібереміз деген 100% сенімділікпен айтқыза алады. Тағы да біздің керемет сенімділік туғызатын мына Шаталов деген ақсақал бар, қазір 90 жасқа толды. Енді Донецкте тұрады. Қазір бүкіл әлем сол кісінің методикасын қолданып жатыр, бірақ Шаталовтікі емес, әртүрлі тәсілдермен. Біздің ғылым білім министрлігі де бірақ өкінішке қарай үзіп-жұлып қолданыпты да. Ол кісі енді шындығында бір данышпан адам. Ешқандай артықшылығы жоқ данышпан деген сөзге лайықта, өйткені ол айтады, талант емес бала жоқ, кез келген бала талант. Оқыту тәсілі дұрыс емес деп. Ол кісінің басқарған мектебі 100% алтын медальға бітіретін болған. Ол кісі айтқан, 10 жылдық білім керек жоқ, 8 класс бересін болсаңдар, бүкіл Ресейде, бүкіл Совет елінде кезінде айтқан, 8 класстың ішінде мен бүкіл Союздың балаларын алтын медальға оқыта аламын деп. Соңын оған енді бүкіл министерство бір шалдың айтқанымен оқу методикасын өзгертіп тастау қиын ғой. Айтыпты, мына кісіге бір экспериментальный класс жинап беріңізші дегенде 37 бала аннан қашқан, мыннан қашқан, сабақ оқымай топас деген балалар жинап бергенде 7-ші сыныптан бастап. Сол 3 жыл оқытқанда бәрін алтын медальмен бітірген, 100% Совет өкіметі кезінде университетке түсірткен. Ол кісінің керемет методикасы бар. Қазір сол кісінің мен Москваға барған кезде сол кісінің мектебіне бардым, адамдармен кездестім, өзімен жолыға алмадым, Донецкте тұрады екен. Бүкіл дискілерін алып келдік. Қазір күндіз түні, қазір 30-дан астам біздің мұғалімдер, математика, физика, ағылшыннан беретін мұғалімдер бар, менің кураторларым бар, соны бүге шегесіне дейін зерттеп жатырмыз. Сол кісінің тәсілін тура қазір бизнес оқытуды сол кісінің тәсілімен үйретіп жатырмыз. Мен өзім айтам, топас адам жоқ, тәсіл дұрыс емес. Егер 100% біз нәтиже көрсетеміз дедік, келген адамдар 100% кәсіп жасап, 100% салған ақшасын қайтару керек. Айтамыз, егер олар игере алмай жатса, егер олар тіпті жалқау болып игере алмай жатса, біздің тәсіліміз дұрыс емес. Біз іздену керекпіз. Мектеп жасындағы балаларды Шаталов 100% бәрін алтын медальға бітіртсе, мұнда ақша тауып, төлеп, кәсіп жасайын деп келген адамдар ниетімен келіп отыр ғой. Яғни біз тәсілді іздеу керекпіз деп. Ақылы біз сол тәсілді сиқырлы таяқ тапқандай болдық, таптық деп айта аламын. Енді сол ортаға келгеннен кейін біз қаласа да, қаламаса да кәсіпкер қылып шығамыз. Әрине қалап келеді ғой, бірақ сол екі нәрсе бағанағы үрей, содан кейін табансыздық. Осы екі нәрсені осы жерде келген кезде жойып, мүлде басқа бір жолдарды ашып береміз. Сондықтан аламанға келген адамдар тұлпар болып шығады. Артық байдан айырылып, арылып, жүні жылтырап, 60 шақырымға ентікпей шабатындай. Жалпы өмір деген үлкен бәйге ғой. 60 шақырымға ентікпей шауып барып, жаумен алысып кететін ат болатын болса, ол өмір бойы сол жарап жүрген ат сияқты болады да. Мен армандаймын, бүкіл қазақтың жас қыздары мен жігіттері сол аламанның атындай заманауи білімді меңгеріп, рухтар жанып тұрса, Мағжан айтатын, көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жанынан қымбат оларға мен жастарға сенермін деген. Ондай жастар бар, рухы ұйықтап жатыр. Соны оятудамыз. Неғұрлым тезірек оянса, өйткені заман күннен күнге қиындап барады, кейін кеш болады. Тезірек оянатын болса, біздің бабаларымыз тастап кеткен жердің байлығын игеретін болса, біз әлемдегі ең бай, ең бақытты, ең өмір жасы ұзақ елге айналамыз. Мынандай жерде кедей болып өмір сүру деген ол үлкен күнә. Бәрі өзіміздің қолымызда. Оны осы біздің мектеп көрсетіп жатыр.